Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің нақты мақсатымыз бұл біздің төл мерекелерімізді тойлау қажет, тойлауға міндеттіміз, тойлап өткізіп жіберуіміз қажет деген мақсатта емес. Біздің төл мерекелерімізді рухымыздың, яғни халықтың рухын жаңартатын, рухын көтеретіндей жаңа деңгейде, тіпті жоғары деңгейде ұйымдастыра білуіміз қажет. Бұл бойынша бізде Маңғыстау бірінші орында. Қазақтың төл мерекелері әлі де атап өтілетін, қазақи нақыштағы киімдері киілетін мекен бұл қазір Батыс Қазақстан өңірі. Осыны біз бүкіл өңірге, күллі өңірге таратуымыз қажет. Бұл бойынша бізде қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Әрине, үкіметтен берілетін бұл бізде теледидардағы үндеу, түрлі жаңалықтар, концерттер болғанымен біз өзімізге қолдау көрсете аламыз. Бұл бойынша жұмысты көрсеңіздер. Яғни өздеріңіз көргендей, мұнда Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған қыздардың өзіндік қазақша стильдері. Бізге мұғалімдердің, онлайн курстағы мұғалімдердің тапсырмасы қазақша стильде, яғни қазақша бұйымдармен қазақтың төл киімдерін кию арқылы сабақ тапсыру болатын. Қазіргі білеміз, байырғы қазақтың киімдерін материалдық тұрғыда жаңарту арқылы біз рухани жаңғыру алудамыз. Дәл сол секілді біз мерекелерімізді де жаңаша стильде, жаңаша жаңғыруда тойлайтын болсақ, қазақтың мерейі үстем болатынына біз сенеміз.